Сәлем достар. Сәлем достар. Біз алып келді мама. Достар, бүгін біз қандай видео түсіреміз? Ашты нәрсе деп жатқандар достар, мына китайский палочкалар бар ғой, ашты. Осындай палочкалар бүгін жейтін боламыз. Осындай палочкалар жейтін боламыз достар. Біз бұрын соңды жеп көрмедік бұндай аштыларды, мен өзім де жеп көрмеген, балаларға да жегізіп көрмеген бұндай китайский осындай жаңа заттарды. Бұндай заттар жемегеннен кейін біз бүгін алғашқы рет жеп көретін боламыз достар. Қазір сіздермен бірге көретін боламыз, дәмі қандай екен. Біздер челлендж достар, бұлай жасаймыз. Қазір ана аштылардың бәрін, палочкалардың бәрін ашып қоямын да бұлай ауыздарын. Содан кейін екеуі жейтін болады. Қастарына суға кеп қойдым, шай ішіп отырып жейтін болады, ауыздары ашылып кетпесінші. Содан кейін берілген тапсырманың бәрін орындап жеп шыққан адам, бізде кішігірім сыйлығымыз бар. Тадам! Осындай, мыналардың бәрін жеген адамға достар, осындай Альпен-Голдтың несі Орео шоколады призге ақшалай берейін десем, біздер қазір әлішке ақша болмай қалды. Сол үшін осындай кішігірім балалар тәтті жақсы көреді ғой. Аштың артынан тәтті жеп жүреді достар. Күшті болады, я? Айтыңыздар, күшті бола ма? Я достар, я? Осы қазір мыналардың бәрін бір-біреуден жеп көретін болады. Содан кейін до конца жеген адам шоколадты алады, естіңдер ма? Ал до конца жей алмасаң, ашты ой жей алмайын деп тастап кетсең, онда шоколад бұйырмайтын болады сендерге, дұрыс па? Қазір мен сокты ашып, екеуіне құйып қоям, и содан кейін бастайтын боламыз. Кеттік достар. Тоқтаңдар, ең алдымен достар, осы каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, я? Біздің каналды қолдап кетіңіздер достар. Біз кеттік, ал бастаймыз. Бастаймыз достар, жасымен бастайық дейді. Кеттік. Ал достар, бізге бастаймыздан бәрін ашып қойдым, қараңыздар. Мен барлығын ашып қойдым. Қазір Раян ше. Раян соңына қойып қойық. Мына жақтан бастап, каждына бір-біреуден жеп, мына жаққа дейін жету керек, короче, достар. Мынадан бастайсың, мынадан біреу аласың бірінші. Ал, кеттік. Ал достар, короче, Раян жей алмайым деп мынадан тастап кетті, жей алмайым ашты екен қатты деп. Енді қазір біздің Жасмин жеп көретін болады, Жасмин, я? Ал кеттік, Жасмин. Ал, тез жей бер ғой. Бағана Раян біреуін жетті, екіншісінде уже жей алмайым деп тастап кетіп еді ғой. Жасмин, короче, екі түрін, бір, екі, үш түрін ба жеді өйді ме? Мынаған келдің сен, бір жедің, екіні жедің, үшті жедің, е? Короче, Жасмин үш түрін жеп, достар. Сосын, мыналарды қалғандарын жегізбей қойын деп жатым, өйткені бәрі, қараңыздар, туры бәрі бірдей, мұнауда бірдей екен де, ашты бәрі. Мен дәмдерін татып көрдім. Сол үшін қайта-қайта жегізіп, баланы қинағым кеп тұрған жоқ. Қараңыздар, мынамен бірдей мысалы. Мынамен
мыналар бірдей. И сосын мыналарды алып тастадым да достар, жеді ғой деп ше. Ондай хрустящий не бар екен, осындай не сияқты, хрустим сияқты ашты екен, қараңыздаршы мына. Андай қызыл бәрін сурет тұр. Осыны ғана қалдырдым, осыны жейді қазір, осыны жеп қойса, менің қызым шоколадты ұтатын болады, достар. Аха, мына үшеуін ғана жей сал, көп жемей ақ қой. Аштыны көп жегізе бермей ақ қойын. Жеді ғой негізі, 1, 2, 3 түрін жеді негізі достар. Қалғандарын қосып, оны көбейтудің қажеті жоқ деп ойлаймын, өйткені бәрі бірдей екен дәмдері ше. Бәрі суреттері, түрлері басқа болғанмен дәмдері бірдей екен, ашты екен бәрі де ше. Біздің Жасмин жарады достар. Аштың бәрін жеп отыр, қараңыздаршы, молодец. Сол үшеуін тауыссаң, содан кейін шоколад сенікі, иә? Ал достар, уәде еткенімдей міне, Жасмин барлығын жеді почти. Мынаған дейін жедім, ашты, жаман дәмі. Соны да жеді Жасмин достар. Жасмин молодец міне. Райан, сен ренжімейсің ғой, Жасмин ұтқанына, иә? Иә. Ренжімейді, иә? Бәрі күшті ма, жақсы ма? Қарасай, бәрі жақсы ма? Ренжімеймін дейді достар. Ренжімейді ғой, иә? Ал достар, бүгінгі челленджіміз сіздерге ұнады деген ойдамыз. Ұнаса біздің каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер достар. Қолдап кетіңіздер. Bakın aslı bulmadı. Ашты болмапты, Жасминге ұнапты. Айтып берші, қайсысы ұнады саған бәрінен бұрын? Қайсысының дәмі жақсы болды? Көрсетші ғане. Мынау. И мынау. Барлығы жақсы ма екен? Я. Молодец, мен. Мынау сүйетін. Бәрі ұнапты, маған ашты болған жоқ дейді достар. Мынау ұнап. Күшті екен дейді. Осындай чипсы алдық, острый емес екен, осының дәмін жеп отырсаң болады, кішкене аштысын алады аузыңнан ше. Ал достар, осы видео сіздерге ұнады деген ойдамыз, иә? Мынандай аштыны өмірімізде жеп көрмегенбіз ғой, біз алып көрмеппін вообще бар ғой достар. Дәм маған ұнамады, шынымды айтсам. Қалай жейді екен адамдар білмеймін осы заттарды ше. Жаңа ұнады деп жатырмын ғой. Мынау ұнамады ма, басқалар ұнады ма? Мына аштылар ұнапты Жасминге достар. Раян, саған ше ұнады ма? Ұнаған жоқ па? Раянға да ұнамапты, маған да ұнаған жоқ достар, честно бар ғой. Ақшам болса мен бұндай затқа құртпас едім ақшамды. Бізде просто челлендж болғаннан кейін ғана алып байқап көруді шештім. Молодец. Ал атақ былай өмірде бұндай нәрсеге мен ақша құртпайды екенмін достар. Одан да полезный заттар жеген жақсы. Иә? Мындай заттар жемей ақ қойық лажы болса. Қалталарыңызда ақша болса, мындай заттар жемей ақ қойыңыздар достар. Не советую. Одан да оның орнына 1 килограмм алма алып жеңіздер. Болмаса 2 штук йогурт әкеп жеңіздер, кәдімгідей денсаулыққа пайдалы. Ал тіптен ақшаңыз аз тасып жатса, мынандай полезный соктар, шайлар ішіңіз, иә? Осы керек емес мындай заттарды жеп. Ал достар, бүгінгі видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерден қолдау күтеміз, Алла бұйыртса, жақсылап қолдап кетіңіздер. Осындай жақсы видеолар түсіру керек болса, комментарий жазып кетіңіздер. Келесіде қандай видео түсірейік, достар, иә? Ал бізбен болғандарыңызға рахмет. Бүгін сіздермен қоштасамыз. Келесі видеода кездескенше, достар. Келесі видеода кездескенше. Всем пока, достар.